Good morning, children. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз My Family and Friends. Яғни, біз бүгін отбасы мүшелерінің қалай аударылатынын және қалай жазылатынын, қалай айтылатынын үйренетін боламыз. Lesson objectives. After watching the video lesson, you will be able, firstly, to name family members. Secondly, to introduce yourself and family members. Thirdly, to use learned new words in speech. Сабақтың мақсаты. Сабақ аяқталған соң сендер отбасы мүшелерін ағылшынша дұрыс айту. Екінші, өзін-өзі және отбасы мүшелерін ағылшынша таныстыра алу. Және үшінші, әңгіме барысында осы жаңа сөздерді қолдана алу. Экранға назар аударамыз. Біз онда бір топ адамдарды көріп тұрмыз. Олар барлығы бір-біріне туысқан болып келетін сияқты. Кішкентай екі қыз, олар апалы-сіңлілі секілді. Және ересек екі күйеуі мен әйелі. Менің ойымша олар екі қыздың ата-анасы болар. Және екі қарт кісілерді көре аламыз. Әрине, олар ата-әжесі болар. Демек, бұл бақытты және үлкен отбасы. Демек, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің отбасым. My family. Part of my family is grown up and tall. Part of my family is little and small. I am in the middle and pleased with them all. Экранға назар аударамыз. Біз қазір бәріміз бірге отбасы мүшелерін ағылшынша қалай атайтынын үйренетін боламыз. Менің артынан 3 рет қайталаңдар. Father, father, father. Қазақ тілінде әке. This is my father. His name is Darхан. Mother, mother, mother. Қазақ тілінде ана. This is my mother. Her name is Asel. Brother, brother, brother. Қазақ тілінде аға. This is my brother. His name is Aslan. Sister, sister, sister. Қазақ тілінде әпке. This is my sister. Her name is Арайлым. Grandma, grandma, grandma. Қазақ тілінде әже. This is my grandmother. Her name is Раушан. Grandpa, grandpa, grandpa. Қазақ тілінде ата. This is my grandfather. His name is Исенгелді. Niece, niece, niece. Қазақ тілінде жиен. This is my niece. Her name is Фариза. Nephew, nephew, nephew. Қазақ тілінде жиен. This is my nephew. His name is Sultan. Uncle, uncle, uncle. Қазақ тілінде көке. This is my uncle. His name is Miram. Aunt, aunt, aunt. Қазақ тілінде тәте. This is my aunt. Her name is Diana. Экранға назар аударамыз. Біз қазір big сөзін үйренетін боламыз. Менің артынан 3 рет қайталаңдар. Big, big, big. Қазақ тілінде ол үлкен болып аударылады. Орыс тілінде большой немесе большая. Big family, үлкен отбасы, большая семья. This is my big family. Бұл менің үлкен отбасым. Это моя большая семья.
Экранға назар аударамыз. Біз қазір little сөзін үйренетін боламыз. Менің артынан 3 рет қайталаңдар. Little, little, little. Қазақ тілінде кішкентай немесе шағын болып аударылады. Орыс тілінде маленький немесе маленькая. Little family, шағын отбасы, маленькая семья. This is my little family. Бұл менің шағын отбасым. Это моя маленькая семья. Let's exercise. Matching. Сәйкестендіру. Яғни сөздер мен суреттерді сәйкестендіреміз. Суретке тиісті сөзді дұрыс келтір. Father, mother, uncle, aunt, sister, brother, grandpa, grandma, niece, nephew. If you want to know more, subscribe our YouTube channel.